Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай дәмді котлеттер дайындайтын боламыз. Котлеттеріміз өте ерекше болып шығады. Бізбен бірге дайындаңыздар. Алдымен картопымыздың үстіне тұз салып, отқа қойып, жақсылап қайнататын боламыз. Енді нанымыздың үстіне сүт құйып, бұқтырып қоямыз. Ет тартқыштан етімізді, картопымызды, жуамызды, нанымызды бұқтырып қойған барлығын ет тартқышпен тартып аламыз. Аздап татымына қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқа салмасаңыздар да өз көлемін жақсы ұстап тұратын болады. Осылай дөңгелектеп алып, жақсылап ұратын боламыз. Енді ұнға ұнатып, осылай майға жақсылап қуырып аламыз. Екі жағын қызартып қуыратын боламыз. Біркелкі қуырып алу керек, осылай қызартып. Біздің котлеттеріміз пісті, тарелкаға салып алып қоятын боламыз. Енді қазанға май, жуа, сәбіз, томатымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып қуырамыз. Су құйып, тұз салып, астын баяулатып, котлеттерімізді салып, осылай 5-7 минут арасында пісіріп алатын боламыз. Біздің картопымыз дайын, аздап өзінің суынан алып қалатын боламын. Сармайымызды, алып қойған суымды, сүтімізді құйып, миксермен жақсылап араластырып, пюре дайындайтын боламыз. Пюреміз дайын, пісті. Енді котлеттеріміз де дайын. Өте дәмді болып шығады. Міне біздің котлеттеріміз дайын. Дәмі керемет. Балаларда қуанып жейтін болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.